Көріңіздер және сақ болыңыздар. Сәлем қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз және лайк басуды ұмытпаңыз. Алдағы күндері 22 градусқа дейін күн жылытады. Қазгидромет мамандары алдағы күндерге арналған ауа райы болжамын ұсынды. Қазақстанның шығыс орталық бөлігінің ауа райын антициклон анықтайды. Одан жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі, ал елдің батыс, солтүстік-батыс, солтүстік аудандарында бас циклон ойпаты әсер етеді. Онда жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады, жел күшейеді. Жолдарда көктайғақ болады. Елдің оңтүстігінде оңтүстік циклон шұңқырының арқасында күн шуақты және құрғақ ауа райы басым болады. Сондықтан бұл аумақтарда ауа жылынады. Елдің солтүстігінде ауа температурасының түнде 10-25-тен 0-15-ке дейін, күндіз 0-10-нан 2-ге дейін, елдің шығысында 15-27-ден 7-20-ға дейін, күндіз 2-13-тен 3-ке дейін, елдің батысында оңтүстігінде түнде 8-ден 22-ге дейін, 0-ден жоғары. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуын ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.